Бүгін мен сендерге екі дос пен аю жайындағы хикаяны айтып берем. Бір күні екі дос орманда ойнап келе жатса, күтпеген жерден алдарынан бір үлкен аю шыға келеді. Сол кезде біреуі досын тастап, қаша жөнеліп, биік ағашқа өрмелеп, жасырынып қалады. Ал екінші жігіт қорыққаны соншалық, не істерін білмей, сол жерде қалып қояды. Алайда оған бір жақсы ой келеді. Егер мен өлген адам сияқты жерге демалмай жата қалсам, бәлкім құтылып кетермін деп жерге жата қалады. Аю қорбаңдап келіп, оны искелей бастағанда, демін жұтып, демалмай жата береді. Көп ұзамай аю кеткен соң, ағашқа өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына келеді. Әй, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады деп сұрайды. Сонда көңілі қалған досы, аю менің құлағыма досына қауіп-қатер төніп тұрғанда, қашып кеткен адамдардан сақтану керектігін айтты деген екен.